Қайырлы күн достар, бүгін осындай кереметтей бауыр тортын дайындайтын боламыз. Оған қажетті заттарды қазір видеода көрсетемін. Дәл солай қайдаласаңыздар болады. Оған 1 килограмм осындай кез келген малдың бауырын пайдаланасыздар. Оны уақыттап турап дайындап аласыз алдын ала. Содан соң мясорубкада немесе блендерден өткізсеңіздер болады. Мен бұл жерде блендермен өткізген болатын. Шындығын айтайын, блендерім кішкене бауырды көтере алмай қалды. Мен артынан мясорубкамен өткізіп алдым. Егер блендерлеріңіз мықты блендер болса, онда өткізіп жіберулеріңізге болады. Осылай ыдысқа саласыздар да әбден уақыт алғанша айналдырып шығасыздар. Осы бауырды салғаннан кейін үстіне 1 стакан сүт құямыз, 1 немесе 1,5 стакан. Бұл жерде 1 стакан құйдым. Өткізіп болғаннан кейін осындай қоймалжың смесь болады. Оған 3 жұмыртқамызды саламыз. Өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізге қарай салсаңыздар да болады. 3 немесе 4 жұмыртқа салуға болады. Осы үшеуін салып әбден араластырамыз. 1 ас қасық тұзды салып, жұмыртқамен бауыр қоспасын бәрін мұқияттап араластырып аламыз. Содан соң үстіне ұн саламыз. 180 граммдай, 200 граммдай ұнды салып араластырып, қатты керім қою болып кетпеу керек. Қимақтың салмасын сияқты етіп, сұйықтау қылып дайындап аласыздар. Одан кейін қызып тұрған табаға блинныйымызды, бауыр тортымыздың құйып, екі жағын жақсылап қуырып пісіріп аламыз. Алма кезек екі жағын ауыстырып қуырып тұрып, барлық қимағымызды пісіріп аламыз. Осылай бауыр торттарды жасап болғаннан кейін ортасына қосатын салмасын дайындаймыз. Оған 2 немесе 3
сәбізді алып ең кішкентай көзінен теркіден өткізіп аламыз. Одан соң майды қыздырып, майға осы сәбіздеріңізді жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Қуырылып дайын болған сәбіздерді оған майонез қосып, бұрыш немесе чеснок қосып, мен чеснок қостым, араластырып дайындап аламыз. Мына жерде сәбіздерді салып қуырып жатырмын. Осылай отта қуырып аламыз. Морковымыз, сәбізіміз қуырылып, жақсылап қуырылды. Оның үстіне 4-5 қасық, аз қасық су құйып жіберіп, бірнеше минут бұқтырып алғаннан кейін үстіне чеснок салып, 4-5 зубчик чеснокты уақ теркіден өткізіп осылай саласыздар. Араластырып болғаннан кейін үстіне майонез құямыз. Осы майонез салып болғаннан кейін тағы да мұқияттап тұрып тағы араластырып аламыз. Енді тортты жинақтауға дайындаламыз. Дайын қимақтарымызды осылай бірден тарелкаға салып, үстіне морков салмасын салып, бірден барлық теріп жинап шығамыз. Сонымен бізде әдемі осындай бауыр торты дайын болады. Дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Арugül. Сау болыңыздар.